Алматы қаласы жаңа жылды тойлауды бастап кетті. Қала әдемі безендірілген, иә? Бірақ бұл қызметтерге қанша теңге кетті деп ойлайсыз? Келіңіз бірге анықтайық. Қаланың безендірілуімен негізінен Алматы қаласының мәдениет басқармасы айналысады. Алдымен жаңа жылдың басты символы шыршадан бастайық. Қалада барлығы 3 ірі шырша орнатылады. Қаладағы шыршаларды орнату және қызмет көрсету жұмыстарын Антураж KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестік атқарады. Мәдениет басқармасы бұл компаниямен 62 миллион теңге келісімшарт жасаған. Бұдан бөлек әкімдікке қарасты мекеме жаңа жыл мерекесіне орай көшелерге жарық кронштейндерін орнату үшін 69 миллион теңгеге тағы бір келісімшарт жасасқан. Ал үшінші тендер шағын сәулет нысандарын орнатуға қатысты. Бұл қызметтерге 36,8 миллион теңге жұмсалмақ. Әр ауданға қанша бөлінді, осыны талдайықшы. Біз анықтай алған мемлекет сатып алу деректеріне сәйкес, Алмалы ауданына жаңа жылдық безендіруге 147 миллион теңге, Әуезов ауданына 66 миллион теңге, Алатау ауданына 89 миллион теңге, Бостандық ауданына 172 миллион теңге, Жетісу ауданына 21 және 78 миллион теңге, ал Түркісіб ауданына 133 миллион теңге жұмсалмақ. Одан бөлек биыл жаңа жыл тойлауға қала әкімдігі жаңаша әдіс ойлап тапты. Мереке күндері цирк пен театр әртістерінің қала көшелерінде өнер көрсетуіне 60 миллион теңге қарастырылған. Панфилов көшесінде жаңа жылдық іс-шараларды өткізу үшін 35 миллион теңге тағы жұмсалады. Біз бұған дейін Алматыдағы жаңа жылдық концертке 206 миллион теңге жұмсалған айтқанбыз. Аталған тендерлермен толық танысу үшін төменге сілтеме қалдырдым.